қолдан ләңгі жасаймыз. Қарапайым қорғасын қала болғаннан кейін осындай жағдайда жасап жатырмыз. Бірінші қорғасынды 16 грамм қорғасынды еземіз. Еттен балға алмаған себебі еттені қатты ұрып жалпиып жүруі мүмкін. Үйшінде жасламағанда қарапайым қорғасынды балқытып өзіміз осылай алып пішін қылып болашақ ләңгімізге осылай дайындаймыз. Екі ләңгіге дайындап қойдым қорғасын, салмағы 16 грамм. Жырларын кішкене түзейміз. Одан кейін оны әдемілейміз. Сосын қарапайым екі шегені алып тесігін сым өткізетін шегесін тесеміз. Шегесін тесеміз, тесігін тесеміз. Бірінші тесік, екінші тесік. Қарапайым қала жағдайында ләңгінің дайындау әдісі. Екінші ләңгімізді әзірлейміз. Бірден тесіп аламыз осылай. Сөйтіп бізде ләңгіге дайын, қалғанын келесі видеода көрсетеміз. Ал құрметті ләңгі ойыншыларының жанкүйерлері, міне екінші бөлім бізде қорғасынымызды дайындадық. Енді дайындалғанына сымымызды аламыз. Аяққа қауіпсіздік техникасын сақтау үшін линолеумға өткіземіз, жұмсартылған болсын. Сосын оны алып қорғасынды тестік, қорғасынан өткізіп, қазір жақсылап түйгілеміз. Түйіп, кішкене соқты басамыз, сөйтіп қорғасынды бекіттік. Енді оны қойдың ешкінің терісіне өткіземіз қазір. Сөйтіп ләңгіміз дайын болып қалды. Қазір енді сымын алып түйеміз. Ләңгімізді шығардық. Осымен бітті. Ал құрметті ләңгі тебушілер, бүгін екі ләңгімізді жасадық. Қазір енді іс жүзінде көреміз. Ләңгімізді теуіп, қаншадан бастайық. Болады. Жақсы, осылай ләңгі жасап, үйреніп алыңыздар.